Нұр Мүбарак университетін неге студент таңдау керек? Әрине, қазіргі уақытта жастардың ортасында діни білім алуға деген тенденция жоғары. Әр жыл келіп жатқан студенттер 20-30%-ға көп келеді. Дінтану бағыты бойынша топтасқан мамандықтарға, мысалы, өткен жыл 300 грант бөлген болса, соның 230-240-ға грант Нұр Мүбарак университеті жеңіп алды. Яғни оған тек Нұр Мүбарак қана қатыспайды, басқа да 5-6 университет таласатын болған, сонда ең көбін 70%-ын біздің Нұр Мүбарак университеті жеңіп алды. Біздің диплом барлық жерде, барлық жағдайда мойындалады. Халықаралық аккредитациядан өткен университет. Кез келген университет өзін қандай көрсеткішпен көрсете алады? Яғни визит профессорлар дейді, яғни сырттан келген шетелдік оқытушылардың көрсеткішімен көрсетеді. Енді біздің университетте ол 23 араб докторы бар. 3 Түркиядан. Университетте 160-170 оқытушы болатын болса, соның 70%-ы PhD доктор профессорлар. Қазақстан Республикасы мен Мысыр ортасындағы келісім негізінде ашылған Нұр Мүбарак университетінде сол араб ұстаздар, профессорлар, PhD докторлар осы жерде келіп білім беріп жатыр. Бірінші мәселе. Бұл екіншіден бір қауіпсіз жағы. Біздің Қазақстан мұсылман діни басқармасының ұстанатын Ханафи мазхабының негізінде білім береміз. Студенттер діни біліммен қатар зайырлы пәндердің барлығын оқиды. Мысалы, экология, психология, социология, қазақ ойшылдар дін туралы не деп жатыр, Қазақстан тарихы түгел пәндерді оқытылады. 610 орындық жатақханасы бар. Өңірлерден келген студенттер жатақхана қамтамасыз етеміз. Ұлдар жатақханасы бөлек, қыздар жатақханасы бөлек. Жұмысқа орналасу мәселесі өте жоғары, 90%, 90-95% бітірген түлектер жұмыспен қамтамасыз етіледі. Тәлімгерлерді қабылдау июнь айының басынан бастап бізде қабылдау комиссиясы жұмысқа орналасады. Сол жерде құжаттарын келіп қабылдап тапсырамыз. Нұр Мүбарак университетінің сайтында талапкер деген бөлімде қай мамандыққа түскісі келеді, сол мамандыққа қатысты алдын ала белгілі бір сұрақтарда берілген. Қандай құжат тапсыру керек, қай уақытта тапсыру керек, кіммен хабарласу керек, барлығы сол жерде көрсетілген.